Қайырлы күн баршаңызға. Дәл осындай дәмі тілі ерер қазақша шәуле дайындағыларыңыз келсе, менімен бірге болыңыздар. Бізге керегі ет, картоп, жуа, тұщы бұрыш және қызанақ керек. Және күрішіміз бар. Менде ет туралған. Жуамызды өз қалауымыз бойынша турап аламыз. Картопымызды турап, қатырылған тәтті бұрышымызды 4 бұрыштылап турап, қызанағымызды 4-ке бөліп дайындап аламыз. Қазанымызға сұйық майымызды құйып, қыздырып аламыз. Етімізді салып, жақсылап, қуырып, бұқтырып аламыз. Қуырылып, бұқтырылған етіміздің үстінен жуамызды салып, тағы бір араластырып, жақсылап қуырамыз. Ендігі кезекте картопымызды саламыз. Ешқандай дәмдеуіш қоспадым. Қалауларыңыз бойынша қоссаңыздар да болады. Мен қосқан жоқпын. Өз дәмімен пісіргенді жақсы көремін. Барлығы бұқтырылып піскеннен кейін тәтті бұрышымызбен қызанағымызды салып, тағы да бір араластырып, қуырып, бұқтырып аламыз. Күрішімізді салып, жақсылап бетін тегістейміз. Көріп тұрғандарыңыздай. Тұзын салып, суын құйып, күріш батып тұруы тиіс суға. Қақпағын жауып, 2 минут қатты отқа қойып, 2 минуттан кейін отын бәсеңдетеміз. Мінекей, тамаша, керемет болып шықты. Шашылып, шашырап пісті. Сіздерге де дайындауға кеңес етемін. Ас болсын. Ұнаса лайк басып, пікір білдіріп, және тіркеліп қойыңыздар.